ертеде Иранның кішкентай бір қаласында жалғыз баласы бар бір жесір әйел өмір сүріпті. Жалған дүниемен қоштасатынын сезген кезде әлгі әйел баласын шақырып былай дейді: басымыздан қиын күндерді өткердік, кедейшіліктен бас көтермедік, бірақ саған үлкен бір байлық мирас етемін. Кезінде оны маған бір ғұлама берген болатын. Сол кітапта үлкен асыл қазынаға жету жолы жазылған. Оны оқитын менің уақытым болмады, бірақ сен міндетті түрде оқуың керек, кедейшіліктен құтылып бай болуың керек деп айтыпты. Анасының жаназасынан кейін баласы аманат еткен үлкен ескі кітапты қолына алып оқи бастайды. Кітаптың бірінші беттерінде былай деп жазылған екен: қазынаға жету үшін кітаптың әрбір бетін кезек-кезегімен оқыңыз. Бір бетін оқымай екіншісіне өтпеңіз. Егерде соңында не бар екен деп дереу кітаптың соңғы беттеріне өтетін болсаңыз, кітапқа сиқырлы күш еніп, кітап өз-өзінен жоқ болады. Содан кейін қазынаға ешқашан жете алмайсыз. Осындай кіріспеден кейін бір елді мекенде сақталған үлкен қазына туралы айтылады. Қазына жатқан үңгір жақсы қорғалудамыз. Кітаптың бірінші беттері парсша жазылса, бір жерінен бастап кітап араб тілінде жалғасады екен. Өзін қазірден бай сезінген жас жігіт бұл күнді кітап туралы басқа біреу біліп қоймасын, өзінен басқасы қазынаға жете алмасын деп арабша жазылғандарды аудартуға қимайды. Содан кітапты әрі қарай оқу үшін араб тілін меңгеру керек болады оған. Араб тілін үйреніп, кітапта жазылғандарды жақсы түсініп оқиды. Белгілі бір жерден бастап кітап араб тілінде емес, Қытай тілінде жазылады. Сосын тағы да басқа тілдерде. Жас жігіт бар ынта мен жігерін қосып, кітап қай тілде жазылса сол тілдердің бәрін меңгере бастайды. Көп тілдерді меңгергеннің арқасында қаланың ең жақсы аудармашысы атанады. Өмірі реттеле бастайды. Көп тілді беттерден кейін кітапта қазынаның қалай жұмсалу керектігі жайлы нұсқаулар жазылады. Осы беттерді оқып жігіт экономика мен сауда салаларында меңгереді. Сонымен қоса қазынадағы асыл тастар мен гауһарлар туралы ғылымды да оқиды. Оқып үйренгендердің бәрін теорияда тәжірибеге енгізіп жүреді. Оның көп тілді, көп саладан теңдесі жоқ маман екені сол елдің патшасының құлағына да жетеді. Патша жігітті қасына шақырып, жақсы қызметке тағайындайды. Ұзын алғы сөзден кейін кітап негізгіге өтеді. Үңгірдегі үлкен есік қалай жасалғаны жайлы, бұрандалары қалай құрылғаны жайлы, үңгірге жету үшін не жасалу керектігі жайлы баяндалады. Осы құпияларды басқа ешкіммен бөліскісі келмейтін жесір әйелдің баласы сол елдің ең білгір, ең оқыған адамы болады. Тіпті кейіннен қаланың сәулетін көркейтетін болады. Патша жігіттің біліміне тамсанып, өз сарайының сәулетшісі, ал кейін өзіне ең жақын уәзірі қызметіне тағайындайды. Расында да сол елде сол жігіттен артық білімге жақын бірде-бір адам табылмайды. Осылай жүріп жігіт кітаптың соңына жетеді. Кітаптың соңғы бетін аударғанда бір-ақ сөйлем жазылғанын көреді. Білім дүниенің ең үлкен қазынасы деп жазылған екен.